Адам дүниеге келген сәттен бастап уақыттың тізгіні ұстатпай сырғып жатады. Жастық шақта бәрімізде уақытым жеткілікті деп ойлаймыз. Бірақ жылдар өте келе, көзді ашып жұмғанша қарттық та жетеді. Сол кезде көбіміздің жүрегімізде өкініш қалады. Бүгін мен сіздерге қартайғанда адамдар ең көп өкінетін нәрселер туралы айтам. Бірінші, уақытты босқа өткізу. Қарт адамдардың ең көп айтатын өкініші уақыттың қадірін білмеу. Жастықта таңды таңға ұрып, мәнсіз істерге беріліп, ертең де үлгеремін деп ойлаймыз. Бірақ ертең кейде ешқашан келмейді. Көп адам қартайғанда уақытымды пайдалы өткізсем, көбірек білім алсам, өзімді дамытсам, жақсы істерге жұмсасам деп өкінеді. Шын мәнінде ең үлкен байлық алтында емес, күмісте емес, ақшада емес, ол уақыт. Екінші, жақындарын қадірлемеу. Адамдар көбіне ата-анасын, бауырын, отбасын мәңгі бардай көреді. Әлі үлгерем, кейін барсам да болады деп жүріп, кеш қалады. Қартайғанда жүректі тіліп өтетін өкініштердің бірі ата-анасына жеткілікті құрмет көрсетпеу. Анамды көбірек құшақтасам ғой, әкемнің айтқанын тыңдасам ғой, оларға жылы сөз айтсам ғой деген ой адамды мазалайды. Есіңізде болсын, ата-ана қайта оралмайтын қонақ. Үшінші, арманды кейінге қалдыру. Көп адам қартайғанда менің арманым бар еді, неге әрекет етпедім, бәрін кейінге ысырып жүріппін ғой деп өкінеді. Адамдар көбіне қоғам не дейді деп өз жүрегінің даусын естімей қалады. Жас кезде қолынан келетін істі ертеңге қалдырма. Ертең белгісіз. Ол арман жүректің оты. Егер ол өшсе, өмірдің мәні де сөніп қалады. Төртінші, жақсы сөз айтпай қалу. Кейде қарапайым ғана рахмет, жақсы көретінді біле жүр, сен мен үшін қымбатсың деген сөздер адамдарға үлкен күш береді. Бірақ көпшілік осыны айтпай қалады. Қартайғанда жүректе ең қатты жара салатын нәрсе айтылмай қалған жылы сөздер. Айтсам ғой, бірақ кеш қалдым. Бұл ең ауыр өкініштердің бірі. Бесінші, ізгілік жасамау. Көп адам өмір бойы дүние жинайды. Бірақ қартайғанда түсінеді. Байлық емес, артында қалдырған жақсылығы ғана адамды есте сақтатады. Жақсылық жасаған адамды ел ұмытпайды. Ізгі іс қалдырған жан қартайғанда да бақытты болады. Ал тек өз қамын ойлаған жан жалғыздық пен өкінішке батады. Алтыншы, рухани байлыққа мән бермеу. Көп адам жастық шақта иман, тәрбие, рухани құндылықтарды екінші орынға сырып қояды. Әлі үлгеремін дейді. Бірақ уақыт өткен сайын жүрек қатаяды, күнәлар көбейеді. Қартайғанда көпшілігі ертерек иманға келсем ғой, жақсылық көбірек мән берсем ғой деп өкінеді. Қорыта келгенде, өмір тым қысқа. Уақытыңызды бағалаңыз, жақындарыңызға қамқор болыңыз, армандарыңызды кейінге қалдырмаңыз, жылы сөзді бүгін айтыңыз. Жақсылық жасаудан жалықпаңыз, рухани байлықты бірінші орынға қойыңыз. Өмірдің соңында әрбіріміз мен өкінбеймін деп айта алсақ, ең үлкен бақыт осы. Құрметті оқырман, каналыма тіркеліңіз және де достарыңызбен міндетті түрде бөлісіңіз.